Бүгінгі мінекей 7-ші сыныптағы ашық сабағымызды бастаймыз. Ең алдымен оқушыларды топқа бөліп алайық. Келеміз оқушылар. Мына жерде әртүрлі суреттер қойылған. Сізге келеді ме? Сол суреттерді таңдап алып, нешінші топ екенін қарап сөйлейміз. Отыра беріңіз. Бірінші топ, екінші топ, үшінші топқа отыра беріңіз. Бірінші топ, екінші топ, ал арты үшінші топ. Onдағы сөздерді бір-бірімізге жақсы тілектерімізді білдіреміз. Ерлікті бол, намысты бол, тәуелсіз ел, төзімді болсын. Бірлікті бол. Бірлік болмай, бірлік болмас. Жарайды, жақсы. Психологиялық ахуалында көріп алса, мына жерде жиенбет жыраудың еңсеге бойлы егесін тонауы бойынша сендерге 6 сұрақ қойған. Бір топтан 2 оқушы шығып, сол сұрақтарға жауап бересіңдер. Кім шығады? Бірінші топтан. Кім шығады? Келе қойды. Келе қой, Айша. Старт дегенді басамыз. Оқиды сұрағын. 16-шы жылы Есімханнан кімдермен соғыс болады? Иә, дұрыс. Дұрыс болса, мынаны басамыз, қате болса, адан басамыз. Егер дұрыс болса, сұрағымыз жоқ болып кетеді. Келесі оқушы, бірінші топтың тағдаған мен. Жиенбет шамамен қай жылдары дүниеге келген? Жиенбет шамамен 1665 жылы дүниеге келген. Дұрыс. Бірінші топ. Бірінші топ екі сұрақ жауап беріп болды. Топтан кім келеді? Береді келеді. Енді үш сұрақ қалды оқушылар. Жырды орындаушы, жырды оқушы кім? Дұрыс. Жыршы деп аталады. Ол өздігінен жыр шығар ма, шығармай ма? Шығармайды, дұрыс айтасың. Келесі сұраққа бірінші топтан жауап берейік. Жырау деген кім? Келеді. Өзі айтып шығарып дұрыс. Барлығымыз неге өткен үй жұмысынан сұрақтарға жауап берді. Барлығымыз өте жақсы. Енді келесі үй жұмысын қорытындылап жаңа тақырыпқа өтеміз. Оқушылар тақтаға жазып қойдық, тақырыбын дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Сабақтың тақырыбы әрбірін қатты Есімхан деген тақырып. Тақырыптың
шығармалардағы кейіпкерлердің типтерін жасалу тәсілдерін тұрғысынан анықтаймыз. Және сонымен бірге шығармадағы көркемдегі шықпалар. Оның ішінде аллитерация, ассонанс және теңеулерді олардың қолданыстарын талдап шығамыз. Бүгінгі сабағымыздың достары тәуелсіздік және отаншылдық. Қазақстанның тарихын білеміз, мәдениеті менен дәстүрін, оның тәуелсіздігін және оны сақтаудың маңыздылығын сабақ барысында түсінеміз. Енді бүгінгі сабақты қорытындылау мақсатында Жиенбет жырау туралы толық ебілдік тарда қорытындылап, мына видеоны тыңдаймыз. Оқушылар жақсылап тыңдап аламыз. Бастауында тұрған бірегей тұлғалардың бірі, ол әрі би, әрі жорық жыршысы, ел билігіне ерте араласқан қайраткер. Есім ханның 1627 жылда ойрат қалмақтармен соғыста ерен ерлігімен даңқы шыққан. Есім хан мен Жиенбеттің арасының алшақтауына себепші болған інісі Жолымбет арада жесір дауы ушығып, хан батырды дарға асу туралы жарлық шығарады. Алайда үкім орындалар сәтте Жиенбет жырау тұлғасындай салмақты сөз. Жиенбет 1643 жылы 70-тен асқан шағында көз жұмды. Жиенбет туралы толық мәлімет алдық. Жалпы Жиенбет жырау қай ханның тұсында өмір сүрген екен? Қатырақ айтамыз. Есім ханның тұсында өмір сүрген екен. Ол ақылшы, көмекші болған, кеңестерін айтып отырған. Бүгін енді Жиенбет жыраудың әмірін хатты Есім хан деген өлеңін өтетін боламыз. Кітаптарымызды аша алыңыздар. Алдымен мен өзім мәнерлеп оқып берейін, жасап тыңдап алыңыздар. Әмірін хатты Есім хан бөлек салып бұйырдым, басын бердеп батырдым, қанын ішіп қанбаққа, жанын отқа салмаққа, атадан жалғыз мен емес, хан иесің жол емес, жолбарыстай жолым бет құрбандыққа ол емес, жол тосып алып кетіпті, қалмақтан алмақ сыйымды, қаһарымды басқалы, қалың елім жиылды, бастап келген өзге емес, Жиенбет сынды биіңді, малын салып алдына әр саладан құйылды, 12 ата байұлы бір әмірге сыйынды. Бүгінгі осы өлеңді жан-жақты талдап, оның ішіндегі аллитерация, ассонанс және теңеу сияқты көркемдегіш құралдарды табатын боламыз. Бұл жерде енді сендерге мағынасын кішкене түсіндіріп кетейін. Жиенбеттің өткен сабақта да айтқан болатын Жолымбет деген інісі бар еді. Жолымбет деген інісі де батыр, жаңағы Есім ханның қолбасшысы болған еді. Бірақ қалмақтың ханы екі ортадағы келісім шарт жүргізу мақсатында сұлу қызды Есім ханға беріп жіберген кезде, оны жолдан жығылып алып еді. Жолымбет інісі Жиенбет барымталап алған еді. Соған ашуланып ол жығылды. Жиенбетті өлтіремін, маған басын алып келіңдер, қанын ішемін деп бұйрық шығарған еді. Сол бұйрықты шығарған кезде інісіне араша түсіп, оның батыр екендігін айтып, және көптеген ерліктер жасағандықтарын айтып, осы өлеңді айтып, Жиенбет не қылған екен? Есім ханға тоқтау қойған екен. Мінекей 12 ата байұлы деп осы жерде өзінің руы туралы айтып жатыр. Түсіндіңіз ғой? Өлеңге түсіндіңіздер ме? Олай болса, енді тапсырмалар орындаймыз. Бірінші тапсырма өлеңді мәнерлеп оқимыз. Енді көбек тәсіліменен орындай қояйық. Көбекті кімге бастаймын? Қай шумақ түсіп? 5-ші шумақ. Оқи қой. Бір шумаққа. Салам болды жұмысшадым, жұмыскерім менен сатып ала өзді жүруші қанынан өзім қанынан Дұрыс. Келесі оқушыға табыстаймыз. Бірінші шумақ түсті, Айбар оқиды. Даусын шығарып оқимыз. Келесі шумақты
Sağınızға қарап отырыңыздар. Сол өлең ішінен екінші тапсырма бойынша жұмыс жасаймыз. Қараңыз. Жолбарыс пен аюдай жылқыдағы асаутайындай, бекіре менен жайындай, қарағай менен қайыңдай. Ханымды күнім сізді айындай, садақа салған ұлыңдай, сатып алған құлыңдай. Деген жолдарда қандай көркемдегіш құрал бар? Тақтағы бір оқушы айта болсын. Қандай деген? Теңеу. Оны қалай білдің? Теңеу. Қандай жұрнақтар жасалған теңеу? Дай, дей жұрнақтары. Дай, дей, жұрнақтары. Жазалауында картелерімізді. Жолбарыс, тай, қайыңдай, жайыңдай, қайыңдай деген сөздерді барлығымыз дәптерімізге не қыламыз? Жазып аламыз, жазалау. Айдар, дәптерімнің жазалау. Сонда келесі тапсырмаға өтеміз. Енді оқушылар көркемдегіш сөйлестіреміз. Бұл жерде барлық мысалдарды, үш мысал береді. Сол мысалдарды көркемдегіш құралмен дәл сәйкестендіресіздер. Әр көркемдегіш құралға бір-бір ұпайдан беріледі. Қолыңыздағы құмыраға бір-бірден белгі аласыздар. Бірінші топтайынша Айжан келеді. Жазалау. Қайсыны аламыз? Теңеу тұтаттыңыз. Тексеріңіз. Дұрыс. Отырағы жазып алыңдар. Жұмыскердің минетін сатып алған құлыңдай жаңағы орындарға тапсырмаңыз. Теңеу. Екінші топтан кім шығар? Келеді. Бұл ассонанс дегеніміз не? Ережесі айта ғой. Бірыңғай дауысты дыбыстардың қайталанып келуі. Деген дыбыстың не болуы мына жерде қайталанып келуі дұрыс. Үшінші топтан Кәусар шығады. Тексереміз. Жарайсың дейді, дұрыс. Енді ол аллитерация дегеніміздің ережесін айта ғой. Қандай дауыссыз дыбыс келіп тұр? Қ, дұрыс. Өте дауыс. Жазып алып. Бірыңғай дауысты дыбыстардан келетін болса, ассонанс болады. Бірыңғай дауыссыз дыбыстар аллитерация болады. Жазып алыңдар. Жарайды. Келесі тапсырмамыз біздің есімханға байланысты болады. Сондықтан да мына видеоны оқушылар тыңдаймыз. Есімхан, оқушылар, тарихтағы есімхан тыңдап алыңыздар. Қазір осыған байланысты тапсырма береді. Жәнібек ханның шөбересі, ағасы Тәуекел ханның қолбасшысы ретінде шайқасқа қатысты. Кейін Семей бойы ер есім атанған ол 1598 жылғы шайқаста мерт болған ағасының орнына хан сайланды. Есім хан тұсында қазақ халқының этнос-ретінде қалыптасу кезеңі аяқталды. Видеоны көрді. Ода не түсіндік? Не үйрендік? Есім хан қандай адам болған екен? Әкім болған екен, дұрыс айтасыңдар қарға. Ол қандай жұмыстар атқарды? Қандай жұмыстар атқарған екен? Хандықты біріктірген екен, дұрыс айтасыңдар. Өте әділ хан болған екен. Енді оқушылар, келесі тапсырмамыз қарағанымыздар. Кейіпкерлер портретін жасаймыз. Яғни постер қорғаймыз. 3 топқа 3 түрлі
соңында сендерге Жиенбек жырау туралы видео қосып бердім, тыңдадыңыздар. Жиенбек жырау туралы. Жаңа Есімхан, тарихтағы Есімхан туралы тағы да видео тыңдадық. Сосын біз Әмірім атты Есімхан деген жаңағы өлеңді не қылдық, тыңдадық. Кітаптан өлеңді оқыдық. Сол бойынша 3 топ. Біреуіміз тарихтағы Есімханға, екінші тобымыз жырдағы Есімханға, енді тағы бір тобымыз Жиенбек жырауға постер қойғансыздар. Қайтып тарихтағы Есімханды аламыз. Сендер жырдағы Есімханды аламыз. Сендер жырауды аласыңдар ғой, иә? Жиенбек жырау. Қолдарыңызда маркерлер бар. Сол маркерлер бойынша постер қорғайсыңдар. Берілетін уақыт 3 минут уақыт беріледі. Оқушылар 3 минуттың ішінде суретпен және сөздермен орнаған жазып қойған жерге көрінеді. Жұмыс жасаймыз. 3 минут уақыт ішінде постерді қорғап шығасыңдар. Тыңдаймыз. Бірінші топқа батырымыз не? Кім туралы қоймаймыз? Жырдағы Есімхан туралы достар. Жырдағы Есімхан батыр, ашулы адам болған. Жырдағы Есімхан 12-ші ғасырларда өсірген Абай ханның ұрпағы, Қасым ханның немере інісі болған. Есімханның есімесі салды. Тағы? Есімханның ескі жолы деген жандар жинағы болған, бірақ Тарихтағы Есімхан. Дұрыс, отыра қойыңдар. Тарихтағы Есімхан. Тарихта Есімхан қандай болды екен? Айта қойыңдар. Тарихта Есімхан өте бастар және елін жаудан қорғап, әрдайым мәселелерді шешіп жүрген. Ол 1575 жылы ел билігінен ағылған және 16 жасынан бастап. Ол өте заңдар шығарып бастаған. Біз салған фильмдер ол тарихта Есімханға байланысты. Найза, қылыш. Ол ненің белгісі? Ол батыр. Батыр болған дейді, иә? Қандай заң шығарды ол? Қандай кітабы бар? Қандай кітабы бар еді? Дұрыс айтасың. Есімханның ескі жолы деген. Отырамындар. Үшінші топ. Келе ойындар. Алида, қалған келе ойындар. Жиенбек жырау.
Dağılış оқушыларға қарай жақындаймыз. Түсіндіріп айтамыз. еңбек журау 8-ші ғасырдың 20-25-ші 30-ші жылдар аралығында өмір сүрген өнегелген ол жырау ол да батыр ерін қорғаған оның жиенбет деген кісі болған Жолымбет сонымен қатар жиенбет хан еңселен болған есімдеріне соққан және де оның ұлы 12 атадан тараған байұлы болған. Дұрыс айтасың. Нешінші ғасырда өмір сүрген? 17-ші ғасырда өмір сүрген. Өзінде жиенбет хан кеңесшісі ғана емес, сонымен қатар дипломат болған және елісіне жиі араласқан болған. Дұрыс айтасың. Елісіне жиі араласқан екен. Өте жақсы отырғандар. Әрбір жауап берген оқушылар өздеріңізді бағалап отырыңыздар. Енді келесі 5-ші тапсырмамыз синхрон әдісі, яғни 5 жолды өлең жазу. Барлығымыз бұрынғы өткен сабақтарда осы әдіспен өлеңді жазып жүрміз. Бір сөзді аламыз, яғни есім, ол есімді жиенбет және қаһарман деген сөздер. Жиенбет, есім, сендер қаһарман сөзіне. Осыған 5 жолды өлең құрастырасың. Жаза алдық, екінші жағды жаза алдық. Бірінші жолы зат есім, екінші жолы еті сын есім. Жаза алдық. Үшінші жолға 3 етістік. Төртінші жолға 4 сөзден тұратын бір сөйлем құрастырасың. Бесінші жолға бірінші сөзді ашатындай синоним сөз жазасыңыз. Мына сөзді ашатындай болу керек. Енді үшінші түп қалды. Апай болдық. Керекті. Тыңдаймыз оқушылар. Есім абыройлы ержүрек білікті саған соғысты қорғаған. Есім хан жеңіліс хан. Хан. Есім хан екен. Дұрыс. Өте жақсы. Жазып алыңдар. Екінші топ. Келе олыңдар. Келе олыңдар. Жиенбет батыр әділ болған, елесіне араласқан, інісін қамқорып қалған, ханға өзінің ашық білдіре алған. Жиенбет жырау елін қорғаған, Жиенбет батыр әділ. Дұрыс па оқушылар? Елісіне араласқан, інісін қамқорлыққа алған, ханға өз ойын ашық білдіре алған. Барлығын сөйлеммен жазбыз. Біз 3 сөзден 3 етістік болу керек. Жиенбетке 3 етістік айтайық. Кім айтады? Жиенбет етістік. Не істеді ол? Жырлады, қорғады, жеткізді. Яғни осылай жазуға болады. Жиенбет жырау елін қорғаған. Дұрыс қой, иә? Және жырау. Өте дұрыс қорғаған. Үшінші топ. Қаһарман, батыр, мықты, елін жаудан қорғайды, елін жаудан қорғау үшін тырысады, және мықты. Жақсы. Жазып аламын. Әрқайсыңыз жаңа жауап берген оқушылар өздеріңізге бағалау парақшаңызға белгілеп отырсаңыздар болады. Жарайды. Оқушылар
Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталып қалды. Енді жиенбет жыраудың сендерге арнаған үндеуі бар екен. Соны тыңдай қойыңыздар. Менің жырымдағы еңсеге ең шын еңбегін бердің білмесі. Сендерді менің кірген болар ұрпақсыңда. Батырлық білімде, еңбекпен адалдықта. Тәуелсіз елдің ұрпақсыңда тіліңді, жеріңді құрметте. Есіңде болсын, білімді көңді жағар. Жан мен атын қаза болғаннан елдің. Менің сендерге қарап, еңбегін сүйіспенші болмашы еңбегі. Бір-біріне қарапын еңбек қолында. Тәуелсіздігіміздің туымыз арадан жіберетіндей. Иә. Жиенбет жырау сендерге не дедім? Иә, елімізге қамқор болыңдар, қорған болыңдар деді тағы. Тәуелсіздігіміздің туын желбіретіндерінде. Ол үшін біз жиенбет сияқты жиенбеттің үндеуін орындайтындай батыр болуымыз үшін ең алдымен не істеуіміз керек? Иә, дұрыс айтасыздар. Қандай болуымыз керек? Білімді болуымыз керек екен. Сабағымызды жақсы оқуымыз керек. Сонда ғана біздер үлкен жетістіктерге не алады екенбіз? Жетеміз. Жарайды. Жақсы. Оқушылар онда үй жұмысы оқушылар. Біз сендерменен 5-ші сыныпта қазақ тілі сабағында мына әдіспенен жұмыс жасаған едік. Бұл фото, сурет және камера деп аталады. Бенхеймнің әдісі, яғни сол әдіс бойынша, яғни бір шетіне фото сурет аласыңдар, ал екінші жағына өзіңіз карандашпен не саласыңдар, сурет саласыңдар. Яғни ол суретіңізде Есім ханның батыр бейнесін салуға болады, жыраудың өмірге шақырған сәтінен суреттер салуға болады, ерлік, намыс, отаншылық тақырыптарына әдемілеп суреттер салуымызға болады. Біз сендермен қазақ тілі сабағында осы әдіс бойынша жұмыс жасаған едік, естеріңізде болса. Дәл осы сендердің сыныбымыздағы Ескендір облысының мынау Бенхеймнің әдісі бойынша салынған несі? Суреті. Естеріңізде болса қараңыздар. Мынау фотосурет, екінші жағы карандашпен салынған. Яғни осындай Бенхеймнің әдісі бойынша үйге суреттер салып келесіңдер. Жарайды ма? Жазып алыңыздар күнделіктеріңізде. Күнделіктеріңізге жазып алыңдар. Оқушылар, бүгінгі ашық сабағымыз осымен аяқталды. Енді бүгінгі сабақта өздеріңіз қандай көңіл күйде болыңдар. Барлық өздеріңіздің көңіл күйлеріңізді егер түсінбей қалған болсаңыздар, мына бағдаршамның қызыл тұсын басасыңдар. Егер мүлдем түсінбеген болсаңдар. Ал егер түсіндім, сабақ өте жақсы түсіндім, бірақ кейбір сұрақтарым бар дейтін болсаңдар, онда сары түсті басасыңдар. Ал барлық тақырыптағы барлық Есім хан туралы, жиенбет туралы, әрбір хатта Есім хан өлеңі бойынша талдау жұмыстарына барлығы түсінікті болып десеңіздер, әр оқушы өзінің аты жазылған тұсқа келіп, белгілерін қойып кете қойсын. Яғни рефлексия. Сендермен кері байланыс жасау мақсатында. Келе қойыңдар. Келе қой, әже. Келе беріңіз. Әркім өзінің өте жақсы. Жасыл қыз барлығын түсіндім деген. Келе қой. Бағы. Айда. Әркім өзі атын тауып алып, болады. Жарайды. Барлығымыз мұнда жасыл түсті бастап, барлығымызға сабақ өте түсінікті болған екен.
Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Жақсы, сау болыңыздар.